Сәлем достар, бүгінгі видеода біз осындай өте дәмді және де жұмсақ болып шығатын творожный начинкамен кекс жасайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал енді жасалуына кірісетін болсақ, 2 жұмыртқамызға 200 грамм қантымызды салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Көпіргенше миксерлегеннен кейін 100 грамм сары майымызды, жұмсақ сары майымызды салып, жақсылап миксерлейміз. Және осыған 2 ас қасық майонез саламыз. Онымен де жақсылап араластырамыз. Араластырғаннан кейін 1 чайна ложка сода мен уксусты гасить етіп, тағы да жақсылап араластырамыз. 50 мл сұйық май және де 100 мл сүтімізді құйып, онымен де жақсылап араластырамыз. Және 350-400 грамм көлеміндегі ұнды саламыз, електен өткізіп саламыз. Ал начинкасына келетін болсақ, 200 грамм творогымызға 1 ас қасық варенье, 1 ас қасық құмшекерді салып, жақсылап миксерлейміз. Видеода көрсетілгенде жасаймыз, яғни 1 үлкен қасық жаңағы массамызды және де біздің начинкамызды және оның бетінен осылай массамызды құйып, осылай жасаймыз. Және де оны 180 градус аралығында 25-30 минутта пісіреміз. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Және менің YouTube, Instagram арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, келесі кездескенше достар.